Ассаламу-алейкум. Бүгін андай ВАЗ-2106, 2107, 2108, 2109 автокөліктерінің генераторында болатын андай релені қалай тексеру керек екенін көрсетемін. Оны тексеру үшін бізге мынандай блок питание керек болады, және контрольный лампочка керек болады. Блок питаниеден шығып тұрған плюсті Б плюске қосамыз да, минусты мына жерде минусқа қосамыз. Щетканың бір басына контролькінің бір жағын жалғаймыз, екінші басына екінші жағын жалғаймыз. 13-8 бұл генераторды, аккумуляторды эмитировать етіп тұрған токтың күші. Енді бұны релені қосып көреміз. Релені қосқан кезде былайынан мына 13-8-де свит жанады. 13-6. Демек, генераторға реледен ток шығып тұр деген сөз. Енді бұны генератордың ток көбейіп кеткен жағдайда реле ұстай ма, реле ұстамай ма дегенді анықтаймыз. Ол үшін токты көбейтеміз. Көбейткен кезде міне 14-ті жетті, образын алған кезде уже реле машинаға қарай тоқты жібермейді, ұстап қалады мына. Свет сөніп қалды. Азайтса, қайтадан жанады. 13-те 1, 12-де 9 болғанда бұл жанып тұра береді. Осылайынан реле регуляторды тексеріп алуға болады.